Қайырлы күн YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін біз сіздерге жаңа әңгіме бастаймыз. Әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Елес қуып, ертегі әлемді аңсап өшіріп, өмірден өткен әрбір ауданның кеудесінде аяқталмаған бір ертегі қалады. Бұл оның жасы қырыққа толғанда өзгелер үшін емес, өзі үшін ашқан жалғыз жаңалық еді. Ол кейде оңаша қалғанда, ойбай, осы бір қарапайым ақиқаттың өзіне жету үшін қаншама жыл өмір сүруім қажет болған деп таң қалатын. Қысқасы, түс ауа қызметінен қайтып келгеннен кейін, ол қолындағы қоңыр түсті портфелін кіреберістегі оң жақ бұрышқа қойып, жағасы мен жеңі қырқыла бастаған сұр плашы мен кепкасын шешті де, көшеде келе жатқанда кездесі ойына орала кеткен асқақ арман, биік мақсаттар жайлы ойлары болса, бәтеңкесімен бірге босағада қалдырып, шай қайнатып ішу үшін ас бөлмеге кіретін, немесе өзінен сәл кештеу оралатын әйелін күтіп балалармен бірге теледидар көріп отыратын. Кешкілік қоңыр тумбаның үстінде тұрған ақ телефон бір нәрсесін ұмытқандай баж ете қалды. Ол диванда газет оқып отқан болатын. Осы үйде менен басқа тірі жан бар шығар деген оймен селт еткен жоқ. Алло, деді трубканы әйелі алып. Иә, сол кісінің үйі. Рахмет, аманбыз. Иә, айта беріңіз, кім керек еді, деді. Үйде мүмкін болғанда қандай? Сосын залдың есігін ашып, күйеуінің газет оқып жатқан тұңғыш рет көріп тұрғандай таңдана қарап, сені бір әйел телефонға шақырады деп, әлденеге түсінбегенде иығын қиқан еткізді. Ол телефонға жеткенше бірер минут уақыт өтті. Деді, әдеттегі алуны жақтырмайтын әдетімен өзінің қазақ екендігін бірден подчеркивать етіп. Алло, бұл сағындық па? Ар жақтағы әйелдің даусы бұдан да өткен қазақы болып шықты. Мен таныған жоқсың ба, деді. Бұл кім болды екен? Ауылдағы жеңгелерінің бірі емес пе? Деді күмілжіп. Даусыңыз бір түрлі таныс екен. Мен Раушанмын ғой, деді. Әйел мұның бірден тани қоймағаны сәл абыржып қалғандай. Ұмып қалдым ба? Қай Раушан, баспа жақтағы ма, деді. Ол бірден таныс Раушанды есіне алды. Бірақ оның даусы тас жаратын сияқты еді. Әлде басқа жақтағы ма? Сөйткенше болған жоқ, Алтынбекова Раушанмын, деді өзі көмекке келіп. Ауылдағы. Кейін таныдың ба? Апырай. Арғы жақтағы дауыс әлеумен әлгі портфелі жоқ әйелмен міністермін ғой. Сөйтіп таң қалмас еді. Ал мынау Алтынбекова Раушан. Құдайым-ау, басқа Раушанның өзі телефон соғады деп кім ойлаған? Иә, дей бердім сасқанымнан. Таныдым, енді таныдым. Қалайша, қашан келдің? Жаздан бері осындамын. Апырай, осы күнге дейін неге хабарласпадың? Дедім. Құс түссін деп жаттың ба? Кім біледі? Сен бізді менсінбейтін шығар деп. Пақ шіркін. Жаңағы кім, әйелің бе? Даусымды естіп шошып кетті ғой. Бұл қай жақтың жабайсы деп жатқан шығар. Айтса айтады да, қайтеміз. Мақұл енді. Уақытыңды алмайын, жай ішейін, сәлемдесейін деп, өзіңді көрмесең де даусымды естейін деп. Сол жетеді маған. Оның үнінен әлде бір мұң аралас өкініш сезілгендей. Енді қалай хабарласамыз? Қайдасың қазір? Мұнда келгеніңе біраз уақыт болды ма? Қайда жатсың? Қайбір жетіскеннен жүрсің дейсің? Раушан бір түрлі өзінен өзі қымсынып тұрғандай. Сауда-саттық жасап жүрміз. Осындағы бір қайнымның үйінде жатырмын. Ол үйдің телефоны қалай? Қазір айтам. Ар жақта ол қасындағы біреуге қалай еді дегендей телефон номерді екі қайтара айттым. Бұл жерде маған ешкім звондамайды. Осы үйдің нөмерінде білмейді екем, деді ақталғандай. Ал жақсы, басқа не айтайын?
келіншегім бостан-босқа күдіктеніп жүрмесін, оған жай әшейін танысым деп айт, мақұл ма деді. Енді рау. Кенет айып ашылып қалатындай ас үй жаққа сәл мүдіріп қалды да, мен өзім хабарласам жарай ма? Кезек менікі, сау боп тұр деді. Трубканы тұғырына қайда қондырып жатып, үлкен бір іске тәуекел еткендей деді. Ойпырмай, басқа Раушан хабарласады деп кім ойлаған? Сөйте тұра, оның өзгелерден жасыратын, баяғыда бала күнінде бірге өскен 2-3 досынан басқа ешкім білмейтін бір ертегісі бар еді. Ол өзі өте қысқа әрі мұңлы. Бұлардың ауылы темір жолдың арғы беті, бергі беті болып екіге бөлінеді. Раушандардың үйі арғы бетте. Ол жақтың балалары мектепке келу үшін аспа көпір арқылы бергі бетке өтетін. Қызық, бір ауылдан осылай шарты түрде болса да екіге бөлінуі адамдарға кәдімгідей білінетін. Содан ба екен, екі ортадағы темір жол олардың арасына қойылған мәңгілік шекара секілді. Бұлар 10-шы сыныпта оқығанда, қыста Раушанға суық тиіп, біраз күн сабаққа келмей жүрді. Үлгілімі ортадан сәл-ақ жоғары. Мінезі ояң, тәртіпті қызды елеңдеп іздеген ешкім болмады. Оның мектепте бар жоғы білінбейді. 10 шақты күн екен сабаққа келген Раушанның өңі бозарып, жүдеу тартып, мойылдай қара көздері тұнжырап, бір түрлі есейіп кеткендей көрді. Сол күннен бастап Сағындық ғашық болды. Жазда олар мектеппен қоштасу кешін өткізді. Ол кезде 10 жылдық болатын. Сағындық сол күн алғаш рет шампан ішті. Шараптың қызуы болар бұрын байқамаған бір батылдық пайда болды. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын момын. Ал мынау сиқырлы шарап оның бар мінезін әп-сәтте жеңілдетіп жіберді. Рахат. Бүгін мен шығарып саламын деді Раушанмен билеп жүріп. Рахмет. Біздің жаққа қайтатын қыздар балдар бар. Жоқ, екеуміз оңаша кетеміз. Ұят емес пе деді Раушан. Масқалар естіп қоймасын деп сыбырлап. Оның бұл қылығы Сағындықты одан сайын батылдандырып жіберді. Ұят емес деді масаң күйде басына шайқап. Не істесек те, қалай жүріп тұрамыз десек те өз еркімізде. Раушан оның сөзіне сеніп, езу тартып жымиды. Екеуі іште у-ду болып жатқан қыздар балдардың арасына сытылып шығып, сыртқа беттегенде түннің бір бейуақ мезгілі болып қалған. Әдетте адамдар осындай той-томалақтан қайтқанда не бір түн қатып суыт жүргенде болмаса қараңғылық шабылған әлемнің кейпіне назар сала бермейді. Олар темір жолдың арғы бетіне өтіп, түні бойы шамдары самаладай жарқырап жанып тұратын станцияның ар жағында бір топ қарағаштың тасасына келді. Бұдан былай мәңгілік бірге болайықшы деді. Раушан оның құшағына тығыла түсіп, ақырын ғана басын изеді. Әй балалық-ай десеңші, мәңгілік өмірдің тұтқасы қолдарында тұрғандай соншалықты сенімді еді. Әйтпесе бұлар өз-өздеріне соншама сенімді болар ма? Ауылдың желке тұсындағы жапатас деген жотаның ар жағынан бозарып атып келе жатқан таңның бейнесі рельстерін түйіскен жерін тексертіп жүрген темір жолсының анда-санда тық-тық еткен балғасының даусы анық естілді. Алыстан топ-тұнық ауада дірілдете шыңғырған темір. Станция маңындағы үйлердің бірден соң бірі есік ашылып, күндегі әдетпен қыбыр-қыбыр шаруасына кірісе бастады. Сөйтіп мынау жарық дүние тынымсыз тіршілік салтанат құрған ай патшалығының қара бояуын өшіріп, ағаш түбінде құшақтары айқасып тұрған қыз бен жігітті көзге шалынбайтын алып алақанымен былай ысырып тастап, алға қарай жылжып жүре берді. Міне, соны бүгінге дейін ұмытпай, жүрегінің түкпірінде сақтап келе жатқан қып-қысқа ертегісінің бас-аяғы осы. Әйелі әлде қашан ұйықтап қалды. Ал ол болса ары-бері дөңбекшіп көз ілмей жатыр. Сол жылы күзде
осы қаладағы университетке оқуға түсіп, ауылға көңілі алып ұшып қуанып барса, Раушан тұрмысқа шығыпты. Бұл не сонда? Тағдырдың бұйрығы ма? Темір жолдың арғы бетінде ауылдан сәл оқшау, жапатастың етегіндегі дөңестің үстіне салынған биік шатырлы, төңірегі тас дуалмен қоршалған еңселі үй болушы еді. Бірінен бірі өткен апайтөс, сақал мұрттары ерте тебіндейтін бұйрабас, қоңқақ мұрын ұлдары көп. Рең бітімдері қазақтан гөрі парсы жұртына көбірек келіңкейді. Ауыл үйдің арасында ұрыс-керіс, төбелес, ұрлық-қарлық бола қалса, білегін сыбанып жүретін олар бірден кірісіп кететін. Аталары сонау заманда тағдырдың айдауымен қазақ даласының қиян түкпіріне парсы жұртынан жер ауып келіп қалған. Осы жердің қызына үйленіп, қазақ арасына сіңіп кеткен. Сөйтіп, мұнда алыстан жеткен парсы қаны мен қазақ қаны араласып, буырқана тасыған өзендей бұрқырап тараған ұрпақ алай-дүлей толқындармен арпалысқан теңізшілердей қайсар бір бетке қызуғанды туған. Қалай екенім кім білсін, Раушан сол үйге келін болып түсіп, түтінін түтетіп шамын жақты. Бірақ ойда жақта апырау, мұның не дейіп едім. Ішінен ол өз қылығына өзі таң қалып, ертең жұмыс жатып дем алмаймын ба. 23 жылдан бері көрмеген, баяғыда біреудің жары болып кеткен Раушанды ойлап, жас жігіт құсап, қиялға батып, түн қатып тұрысымен жол болсын. Бірақ ойда жоқта келіп бас салған өткен күндердің елесі оны оңайлықпен құшағынан босата қоймады. Ұзақ жылдан кейін көрісіп, қайта маңдайынан иіскеп, басынан сипап, мауқын баса алмай тұрған секілді. Рас. Сонау бала күнінде жүрегіне түскен шоқ әлі күнге дейін кеудесінде сөнбей, маздап тұрғанын бүгін анық сенді. Тәйірі, Раушан екеуінің арасындағы махаббат деуге келмейтін, болмаша ғана балаң сезім өздерімен бірге есейеді-ау деп кім ойлаған? Енді оның өздерімен бірге қартаятыны жоқ, сол баяғы мәңгі жас қалпында бірге өлетіні де анық емес пе? Ол өзінің кішкентай ғана ауылдан шыққан тұңғыш ғылым кандидаты екенін ойлады. Кезінде мұны кәдімгідей мақтаныш көріп, марқайып жүрді. Өзі шағын болғанмен де бірнеше ғасырлық тарихи мекені бар. Онда қаншама адамдар дүниеге келді, қаншама адамдар дүниеден озды. Бәрінің мақсаты өздеріне ғана аян ертегісі болды. Төңірек бозарып, маңайдағы үйлердің сұлбасы көзге анық шалына бастағанда, жылы төсектің астына кіріп еді, әп-сәтте теңіз түбіне батқандай терең ұйқы құшағына шомып бара жатты. Сөйтіп жатып, бір жайсызда түс көріпті. Университеттің 7-ші қабатына көрілу үшін лифтіге кірген екен. Жалғыз өзі, жанында ешкім жоқ. Кенет лифті 7-ші қабатқа тоқтамай, сырылдап өтіп кетті де, биік ғимаратын тесіп шығып бірақ тоқтады. Сыртқа қарай аяқ басуы мұң екен, зыр етіп қайтадан төмен түсті. Жүрегі суылдап жатып оянды. Ол Раушанды әуелі кафеге шақырды. Оңаша қонақ етуді ойлады. Бірақ бәрін өзі алдын ала өлшеп, пішеп, ойша жоспар құрды. Ең алдымен университеттен қайтып келе жатып, жол-жөнекей кішігірім кафелерге бас тығып, дастархан мәзірмен тамақ керек-жарақтың бағасын біліп алды. Кісі көп баратын, даңғазасы көп, дабырасы мейрамханаларын айналып өтіп, оңаша кішкентай ғана кафелерді іздеді. Кешкілік әйелі қызметінен орала қоймаған алакеуім шақта телефонды төргі бөлмеге алып кіріп, оңаша отырып, кешегі Раушан айтқан номерді терді. Әлеу, деді. Трубкадан әйел даусы естілді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Кешіріңіз, Раушанды шақыруға бола ма? Иә. Әлгі әйелдің даусынан сізді білемін ғой дегендей танылды.
сәлден соң әлу деген соң Раушанның даусы құлағына жетті. Бұл кім екен? Ту, қандай таныс, говорю, деді. Жүрегі біртүрлі өрек болып кетті. Шіркін-ай, біздің ауылдың сөйлеу мәнері бір-ақ сөзден аңғарылады. Бұл біз екенбіз, деді қосыла қуанып. Сағындықсың ба? Өлә, бұлай тез звондай қоятын шығар деп ойламадым. Тиіштік па? Бопты, айтқандай кеше әйелің ұрыспады ма? Не деп? Үйге звондап сені жүздеп жүрген қай келіншек деп. Ойпыр-ай, сол баяғы өзіміздің ауылдың психологиясы. Бір мысқал өзгерсеш, ойбай, деді қалжыңға айналдырып. Не боп қалды десе, сол деп күмілжеді. Менен жасырынып кіммен сырласып жүрсің? Өлә, деді Раушан сенерін сенбесін білмей. Бұдан әрі телефонмен қылжақтай берудің летсіз боларын жадырап күлді де, әй Раушан-ай, деді. Ойпыр-ай, мен шынымен ақ шошып кеткенімше, сендерге кесірім тимесе болыпты әйтеуір. Раушан, деді. Әу, мен сені меймандыққа шақырайын дедім. Ертең кафеге. Қайда? Кафе дейсің бе? Раушан үнсіз қалды. Үйге шақырудың реті кейін бола жатар, деді. Бұл оның не ойлап қалғанын біле алмай. Әуелі екеуміз жолығып, жүз көрісіп дегендей. Бір-бірімізді танымай қалып жүрерміз тіпті. Әй, не болды сонша танымай қалды деген несі? Жазда мен сені телевизордан көрдім. Көп өзгермепсің, сәл-пәл тоғысқан сияқтысың. Әй, қайдам, деді. Мен қаланы жақсы білмеймін. Әрине, деді. Менің әлгі бір киер костюмімді ретке келтіріп қоя салыңшы, деді. Ертең бір жігіттің банкетіне барушы ек, деді. Жақында докторлығын қорғаған. Жарайды, дедім. Әйелі, күнде банкетке барып мазамдалып жатқан жоқсың деген жайбарақат үнмен. Ол кім, мен танимын ба? Жо, танымайсың. Жай бір жүрген дилетант. Енді соларға қорғата бергенше өздеріңде қорғап алмайсыңдар ма, деді. Әй, деді қол сілтеп. Докторлық деген арқар емес, қайда қашар дейсің? Байқа, дедім. Жарайды, мен кеттім. Бұның говорю басқа, деп отырды. Сосын әйелі оның жанына барып, бір ауыз сөз айтқысы келгендей кірпі қақпай тесіле қарап, анау жылы-мұлы шыққан ескі плаш киген қойшы, деді. Дедім. Былтырғы алған куртканы кисе. Енді жастар құсап шілей сылаңдап кетпейін бе? Кәртейіп отырсын ба? Онда шапаң аяғы мәс кепскі, деді. Әйелінің сөзіне күйеу сықылықтап күліп, қойдым деп, екі қолын жоғары көтеріп, көңілленіп үйден шығып кетті. Бәрі өз ойлағандай жүйе-жүйесімен, рет-ретімен орындала бастады. Қала шетіндегі микроауданға дейін трамваймен барды. Өздері келіскен әмбебап дүкеннің алдынан әдейі өтіп, келесі аялдамадан түсті. Сағат тілі 6-ға 5 минут қалғанда такси тоқтатып, жүргізушіге қазір анау дүкеннің алдына жеткенде тоқтап, ол жерде 5-10 минуттай кідіре тұруға келетінін айтты. Такси әмбебап дүкеннің алдына кеп тоқтағанда сағат тілі 6-ға 2 минут қалған болатын. Ол есікті шалқайда ашып, пиджагын жоғары түймесін ағытып, галстугін түзеді. Көше жиегіндегі қазбасөзсіз дүңгіршегінің жанында гүл сатып отырған қыз келіншектер оны көріп, гүл алыңыз, келіңіз деп шу ете түсті. Бір-бірінен өткен әдемі көрінген қызыл, жасыл, ақ сары гүлдерге қызыға қарап, сәл кідіріп қалды. Неге екені бұл алдын ала құрылған жоспарға сенбей, ұмытылып қалған нәрсе болып шықты. Алыңызшы ағай, алыңызшы деп қыздар жалынды. Қараңызшы, қандай әдемі Раушангүл. Раушан және Раушангүл. Қандай керемет сәйкестік. Оның қолы еріксіз төс қалтасына әмиянына жылжып бара жатты. Хош иісті ал қызыл гүлдердің 3 талын атаңдап алдым. Рахмет ағай, деді. Гүл сатушы қыз қуанып. Сүйікті адамыңызға сыйлаңыз, деді. Әлгі 3 тал гүлді қолына ұстап, Раушанды ұзақ күтті. Әуелде 5-10 минут күтуге келіскен таксист уақыты біткен соң тықыршып, қайта-қайта сигнал беріп, ақыры кетіп қалды. Ол мұнда келгелі бері дүкеннің алдынан қаншама адамдар өтті. Бірақ Раушан жоқ. Бірте-бірте күдерін үзіп, құс пен қыстың ортасында қалған ызғарлы кешпен бірге көңілі суи бастады.
Мұнда Раушан одан бұрын келіп еді. Таксидің қай тұстан тоқтаған, оның ішінен маңдай жарқырап аяғын баппен басып, маңдайы келе қарыс жігіт айқасы түскенін, ине жіптен жаңа шыққандай пиджагының бір түймесін ағытып, галстугын түзегенін бәрін көрді. Жүрегі лүпілдеп, алдынан жүгіре шықпақ боп ұмсына берген еді. Дүңгіршектің жанындағы гүл сатып отырған қыздарға қарай бұрылды. Тәңірім-ау, кім үшін, не үшін? Ол кенет артқа қарай шегіншектеп, дүңгіршек тасасына тығылды. Гүл сатушы қыздың Раушан гүл, сүйікті адамыңызға сыйлаңыз деген дәл сөздерін ап-анық естіді. Содан соң ауыр тұрмыс пен қара жұмыс қашытып, торсиып ісініп кеткен қолдарын қайда сыйғызарын білмей, онсыз да әрең сиып тұрған сұр плашын жеңін тартқылай берді. Ол бері қарай бұрылғанда тіпті сасып, Бөкебай орамалды көзіне түсіріп, әлдекімді, әлденені аза тұтқандай төмен қарап, қыбыр етпей тұрып қалды. Әне, ол енді асықпай аңдап бара жатыр. Раушанның көзіне пыстық жас іркілді. Артынан айқайлап тоқтатуға шамасы жетпейтінін білді. Аузын ашса болды, кеудесіне толған шермен ақтарылып, теже алмай аңырап жылайтындай. Оның есіне баяғыда Әкбарға тұрмысқа шығып бара жатқан кезде сағындық жүдә момын, өмірге екемсіз деп ойлағаны түсті. Құдайым-ау, әркімнің пешенесіне жазылған өз тағдыры болады екен. Шіркін, өткен жылдардан кешірім сұрап, балалық шаққа қайтып оралатын күн туса, бірақ ол ертегілерде ғана болатын ғажайып